бұл өмірді музей сияқты қабылдау керек. Сен музейға келдің, музейде әртүрлі картиналар бар. Картиналар. Содан кейін саған ұнамайтын бір картина бар. Сен оған айтпайсың ғой, мына картина маған ұнамайды, алып кетіңіздер деп жындана бастасаңыз, ана жердегі охранниктер сізді шығарып жібереді. Оның орнына сіз ұнамайтын картина болды ма, сіз басқа жақсы ұнайтын картинаға мән беріңіз. Оны неге айтып отырмын? Өмірде солай. Сіз ұнамайтын бір ситуация болды ма, жынданбаңыз. Мен ұнамайды, мен неге олай деп. Оданша фокусыңызды жақсы нәрсеге аударыңыз, ол көбейе береді. Өйткені сіз кімсіз? Бұл өмірде бір нәрсені ұнатпайтын, бір нәрсені өзгерткіңіз келетін сіз кімсіз? Сіз қожайын емессіз, сіз қонақсыз. Себебі бұл өмірді жаратқан сіз емессіз. Бұл өмірді жаратқан Құдай. Сіз тек қана қонақсыз. Сонда не істеу керек? Бұл өмірде маған ұнамайтын ситуациялар бар. Мынандай адамдар бар. Бірақ та мен барлық фокусымды маған ұнайтын картиналарға мән беремін. Маған ұнамайды, ол басқалай іс-әрекет жасаған қалар едім. Бірақ та мен қожайын емеспін. Мен бұл өмірді жаратқан мен емеспін. Сол үшін жарайды, ондай адамдар болады, ондай ситуациялар болады. Деп айтсаңыз, өміріңіз жеңілірек болады да, сіз барлық фокусыңызды мына жаққа арнайсыз. Сіз яғни таңдайсыз.